Баршаңызға сәлем, арнама қош келдіңіздер. Бүгінгі тақырып етіс категориясы. Етіс категориясы. Етістер жалпы етістіктің бір түрі. Етіс іс-әрекеттің орындаушыға қимыл иесіне қатысын айқындайды. Етістер төрт түрге бөлінеді: өздік етіс, өзгелік етіс, ырықсыз етіс және ортақ етіс. Енді осының әрқайсысына жеке-жеке тоқталсақ, өздік етіс жұрнақтар ын арқылы жасалады. Мысалы, жуынды, киінді, ойланды дегенде ын жұрнақтары арқылы өздік етіс жасалып тұр екен. Ары қарай өзгелік етіс: қыз, кіз, ғыз, гіз, ыз, іс, дыр, тыр, ыр, т жұрнақтары арқылы мысал қарастырсақ, айт, қызды деген сөзде қыз жұрнағы арқылы өзгелік етіс туындады. Айттырды, тыр жұрнағы арқылы өзгелік етіс туындады. Күткіз дегенде к жұрнағы арқылы, оқыт дегенде т жұрнағы арқылы, бергіз дегенде гіз, ойнат деген сөзде т жұрнақтары арқылы өзгелік етіс туындады. Ары қарай ырықсыз етіс: ыл, ын жұрнақтары арқылы, мысалы, жазыл, жіберілді, салынды мысалдарында ыл, ілді, ын жұрнақтары арқылы ырықсыз етіс туынды. Ортақ етіс: ыс, іс, с жұрнақтары арқылы, мысалы, жазыс, айтыс, сөйлес деген сөздерді қарастырсақ, ыс, іс, с жұрнақтары арқылы ортақ етіс туды. Назарларыңызға рахмет. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.